жаңағы 14 офисім бар. Қазақстан бойынша 14 офисім бар. Алып жатқаным 1,5 миллион сөйтіп отырған болатын да. Күніге жұмыс телефонмен, 14 офиспен жұмыс, олардың жетпей қалған ақшаларын жаңағы бір товарларды стап қояды, бір нәрсе қылады, соның бәрін төлеп отырғанмын да. Ал қазір мына компанияға келгенде сату жоқ. Статус қорғау жоқ, өзің директорыңды өсіру жоқ, спокойно ақша тауып отырмын. Былтыр мен сенбеген Айман ханым қазір 30 миллион теңге айына тауып жатырмын деді да. Соны көргенде көзім шығып кетті. Вообще сетевой компанияда 1 жыл, 2 жылдың ішінде 30 миллион теңге айлыққа жеткен адам жоқ. Мен сенбедім. Қане көрсетші деп та. Сонда ол айлығын трансляция экранына жасап көрсеткен кезде мен көзім шығып кетті, фотоға түсіріп жіберші дедім да. Маған фотоға түсіріп жіберді. Соны мен айттым, все, мен кеттім, кірем деп. Онан кейін барып, жаңағы ол жұмыстың бәрін тастап кірдім, 1,5 миллион теңге айлық тастап кірдім. Мына жерде бірінші айда 1 миллион 200 мың теңгеге шықтым, екінші айда 3 миллион 200, содан кейін уже 5-ші айда 5 миллион болып кетіп отыр да. Енді қазір қарасам, қанша ақша жоғалтқам, айына 1 жылдың ішінде, Ал қазір уже 7 айдың ішінде біз 2 мемлекетке тегін барып келдік. Біріншісінде күйеуіміз екеуміз, екіншісінде балам, сіңілім бәріміз бардық, Енді міне тағы Малайзияға путешествияға кетейін деп отырмыз. Пенсиясына 2 айда жеттім ғой.